10-шы сабақ. Әлия Молдағұлова. Қазақтың батыр қыздары. Жұлдыздай аққан із қалды, ерлігін жауда қызғанды. Әлия, Мәншүк, Хиуаз. Қазақтың батыр қыздары. Әділғазы Қайырбеков. Әлия, даламыздың даңқысың, балауса гүл балғын қыз. Жанын қиып халқы үшін жанып түскен ақ жұлдыз. Сағи Жиенбаев. Әлия Молдағұлова, қаһарман қазақ қызы. Кеңес одағының батыры. Анасы Маржан қайтыс болғаннан кейін, нағашысы Әубәкір Молдағұловтың қолында тәрбиеленіп, Санкт-Петербургтегі номері 9-шы мектепте оқыған. 1942 жылы өз еркімен Қызыл әскер қатарына алынып, мергендер мектебін үздік бітіріп шықты. Ол соғыста мергендігімен көзге түсті. Новосокольники темір жол станциясы маңында болған ұрыста командирі қаза тауып, Әлия жауынгерлерді шешуші шайқасқа 6 рет бастап шықты. Осы шайқаста қаһармандықпен қаза тапты.
болсаңыз, Әлияны біз бүгін сағынамыз. Дастанындай керемет мәңгіліктің иесіне ерліктің табынамыз. Әлия деп ағады бұлбұлақты, Әлия деп сайрайды бұлбұл бақта. Көтеріліп күн көзі Әлия деп айтуар, Әлия деп айтуар біздің жақта. Батырлықтың үлгісін бастады да, жарқырады шолпандай аспанымда. Жалғастыр деп ұрпаққа ерлігімді, өзі өтті өмірден қас қағымда. Әлия деп ағады бұлбұлақты, Әлия деп сайрайды бұлбұл бақта. Көтеріліп күн көзі Әлия деп айтуар, Әлия деп айтуар біздің жақта. Аспан әсем көрінер жұлдызымен, елім алып көрінер ұл қызымен. Батыр қызы қазақтың